Сәлеметсіздер ме балақайлар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың тақырыбы бағдаршам. Балалар, бағдаршам деген не? Ол не үшін қажет бізге? Бұл біздің қаламыз. Қаламыз күн сайын көркейіп келеді. Ал мынау біздің сүйікті ауламыз. Әне, анау біздің балалардың алаңы. Қарашы, біздің ауладан біреу жолға қарай жүгіріп барады. Ой, бұл біздің Көкетай ғой, бірақ балаларға ауладан шығуға болмайды емес пе? Ай, осы Көкетайды ма, тағы да көзге түсті. Насаған! Қандай қызық! Қандай тамаша! Ойын деп осын айт! Мен де ойнағым келеді! Ой, қандай қызық! Оның қыры! Мен не бүлдірдім? Ой, мен не істеймін? Мен қорқамын. Не бүлдірдім? Көкетай, мұнда не болып жатыр? Білмеймін. Мен жай ғана ойнап едім. Ой, Көкетай, сен не бүлдірдің? Көкетай, бағдаршаммен ойнаған не? Балаларға жолда ойнауға болмайды ғой. Балалар, дұрыс айтасыздар. Бағдаршам бізге жол қозғалысын реттеу үшін көмектеседі екен. Тыңда, қайтала. Мынау бағдаршам. Екінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Балалар, есімізге сақтайық. Бағдаршамның қызыл көзі жанғанда тоқта, сары көзі жанғанда дайындал. Жасыл көзі жанғанда жүр. Үшінші тапсырма. Түстерді қайтала, боя. Қызыл, сары, жасыл, ақ, қара, көк, қоңыр. Ал балалар, қолымызға түрлі түсті қарындаштарымызды алып, бояймыз. Төртінші тапсырма. Боя. Ал балалар, қолымызға қарындашымызды аламыз, бағдаршамның көздерін сәйкесінше бояймыз. Балалар, сіздер де осындай етіп әдемі бояды деген ойдамын. Ал балалар, барлығымыз тұрып, бір сергіту жасайық. Қане қанат жазайық, қарлығаш боп ұшайық, ұшып алайық, орнымызға қонайық. Қанекей, тағы бір қайталайық. Қане қанат жазайық, қарлығаш боп ұшайық, ұшып алайық, орнымызға қонайық.